Басталды ма? Басталды. Сәлем достар, біз көптен күткен Қаңғыбастың алғашқы видеоблогын түсіреміз деп шештік. Және түсірдік. Сендерді бұл блогта не күтеді? Қаңғыбас Travel. Так, достар, міне Қаңғыбас парақшасы үшін арнайы біздің парапаланнан секірмекшіміз. Шынымен де бәрі керемет болмақшы. Оның барлығын видеодан көретін боласыз. Қаңғыбас интервью. Кейбір кездерде тіпті планеталарды да жұлдыздарды да... Жоқ, планета емес. Галактикаларда. Ал әзірге соңғы бір айда болған мәселелерді майшамен қарастырайық. Айтпақшы, не жаңалық болды осы айда? GetContact. Кейбіреулердің көтені ашылған, ал кейбіреулердің көтені ашыған бағдарлама. Қалай дейсің ғой? Қазір айтып беремін. Бағдарламаны телефонына орнатқан соң саған сенің достарыңның сені не деп сақтап қойғанын көруге болады. Алло, қалай сонда? Қызың сенің ұялы телефоныңды алды және тексерді GetContact бағдарламасы бойынша. Ал ол жерде сәуле анал деген контакт тұр. Ал қызың сенің сәуленің аналитик болып жұмыс жасайтынын қайдан білсін мысалы? Өкінішке орай бұл бағдарлама Қазақстанға аса қатты ұнай қойған жоқ. Сондықтан алғашқы 2 күннен кейін құлыптан бастады. Шындық жақпайды ғой бізге. Екінші хайп ол Karma in the Beach. Немесе қазақша айтқанда орамал тон болмайды, жол болады. Алғаш Қытайда пайда болған бұл эстафета бірнеше күннің ішінде әлемді өзгертуге тырысты. Нақтырақ айтсам, әлемдегі адамдардың түрін өзгертуге тырысты. Пацаны, вы что, офигели, что ли? Осы роликті түсірген қыздар өзінің ең әдемі түрі мен ең ұсқынсыз түрінің айырмашылығын көрсетіп бақты. Кейбіреулерінде айырмашылық мүлдем болмады. Демек, айнаға өкпелеме қажет екен. Ал сол үшінші хайп. Шум кетті қыздар. Жоқ. Ал үшінші хайп. Қыз болып киініп республикалық сұлулар байқауына қатысқан жігіт тіпті финалға дейін жеткен. Естімедің бе? Көрермен көзайымына айналған сұлу жігіт. Сұлу бір түрлі естіледі екен, иә? Жарайды. Сөйтіп сұлу қыз финалға дейін жеткен. Сосын енді ұйымдастырушылар сұрамай ма? Жеке куәлігіңді бер, біз қарайық деген секілді. Сол кезге дейін Алина болып келген қыз кенеттен Илай болып кеткен. Заман не болып барады? Қыз болып ұлтыға кірген жігіт естеріңде ме? Енді ол жігіт әрине махаббат үшін бар ол қадамға. Ал енді дәл мына Илайды білмеймін енді. Ештеңе айта алмаймын. Жалпы қазір бір түсінгенім, адамдар ақша мен хайп үшін бәріне барады. Хайп демекші, бүгінгі хайп қана аяқталды. Қызықты жаңалықтарың болса пікірге қалдырыңдар, ал біз блогымызды ары қарай жалғастырамыз. Параплан ақшасын төлеп қой, мен кеттік. Қош? Жарайды, біз кеттік. Так, достар, міне Қаңғыбас парақшасы үшін арнайы біздің парапаланнан секірмекшіміз. Шынымен де бәрі керемет болмақшы. Оның барлығын видеодан көретін боласыз. Қорқыныш бар әрине, мынандай ауыр нәрсе артып алдық мінекей. Дегенмен көреміз қалай болатын. Ой, я все забыла! Шынында сен әлі Сіз отырдыңыз бір қанаты алды, абайсызда жып өтті, төменге барасыз, сіздің соңғы әрекетіңіз. Қанат болады ау шамасы? Шамасы болмайды ау осы. Сіз сәл қателесіп кіре отқан сияқтысыз. Бір трос кетті. Екінші тросты салбырап тұрамыз, басқа не істейміз? Ұқсай болды. Давай повернем тебя. Да, сендерден сұрап алайын бірінші. Сезімдерің қалай жалпы? Бара жатырсың, қорқыныш бар ма? Әлде қандай? И все, больше ничего нет у меня. Я не боюсь. Мүмкін сен көрмегеннен қорқпай жатқан боларсың, көрген соң мүмкін ойланып қалатын шығарсың. Я думаю, так тоже. Я думаю, у нас и все. И посмотрим, кто первый прыгает. Сіздің қандай қорқыныштарыңыз бар? Мен бірінші қорқыныш таңшын тұрамайды. Парашют жайды айтатын болсақ, білмеймін, әрқайсымыз бірінші секілді. Қорқыныш жоқ шын мәнінде, бірақ барған соң көреміз. Ашылмай қалып жатса қандай инстинкт самосохранения дедіңдер ғой бағана. Ондай нәрселер аса қатты ол жерде рөл ойнамайды секілді. Жерге бар басып бір қаталып қалады. Сондықтан қалай не жазады сол болады ғой. Шынын айтайын ба?
Бізге 2 шақырым биіктіктен жерге қарай секіру оңай болған жоқ. Тіпті қорқыныштың өзі үдей түсті. Өзімізді бір құдды ұшқыш па әлде ғарышкер секілді сезіндік. Ғарышкер демекші біздің келесі сұхбат Тоқтар Әубәкіровпен. Аға, жалпы сізден сұрамақ едім, осы жат ғаламшарлықтар жайлы көп деректі фильмдер түсірілді, бұл жайында көп ғалымдар бар дейді, жоқ дейді. Сіздің пікіріңіз қалай осыған? Енді көпшілік түсіну үшін инопланетян дейік. Мен әрине мен сенемін. Жалғыз ғана біздің жер емес, біздің жерде көптеген планеталар бар. Оларды да енді бізге ұқсас па, басқа түрлі ме, оларда жан бар деп мен ойлаймын. Осында келіп зерттеп жатыр. Біз кім емес. Бізбен бұлай сұхбаттасуға бола ма? Мүмкін олар бізден айда-қайда озып кетті техника жағынан, технология жағынан. Килограмм тас кеткен жүрсің атласы. Жоқ, әлі қойған жоқпын. Продолжайте бежать даже в воздухе, перебирая ногами. Если вам показалось, что вы полетели, вам просто показалось, если вам об этом не сказал инструктор. Понятно? Ана тұрған жер соқпай тұр деген сөз. Біздің секіруімізге өте үлкен мүмкіндік бар, достар. Парапланнан, парашютпен. Тоқтама, ош болады қазір. Ногым, жозақтай. Кесе бір-екі сөз айтып жүрсеңші. Сен қалай бүгін өз сезімің іштен? Ойлаш, сен секіресің деп парашюттың кәдімгі белгілі бір себептермен басқа жаққа ұшып кетеді, не істейсің сен? Алаңдамайтын. Алаңдамайсың ба? Алаңдап не қыласың? Жүрек жұтқан жігіттер ғой міне екеуміз. Жүрегін жұтып қойған ғой просто. Керемет. Так тебе надо. Екінші сұрағаға черная дыра дейді ғой. Сол жайында айтып берсеңіз. Черная дыра деген чистейший вакуум деп айтуға болады. Ол жерде не жан жоқ, не мынандай айлар жоқ. Не жұлдыз, не планета жоқ. Неге десеңіздер, ол жерде жұтып алады. Түсінікті. Кейбір кездерде тіпті планеталарды, жұлдыздарды... Жоқ, планета емес, галактикаларда. Бүкіл мынау солнечный галактика, соған біз жақындасақ, бізді жұтып жіберуге мүмкін. Ертіп жібереді содан. Көңіл-күйлерің қалай? Көңіл-күй тамаша. Тамаша. Алғашқы рет секірейін деп жеп жатырмыз. Әзірге қорқыныш жоқ. Ешкімде өлмеген, бәрі тірі, аман есен. Бір-екі енді жағдайлар болды, бірақ енді қандай жағдай екенін сұрап үлгермедім. Бірақ ешкім өлмепті. Соған қарағанда тірі қалатын сияқтымыз. Қорқыныш бар. Өтірік мына бағана үшеу айтқан. Өтірік қорқыныш жоқ, қорқыныш жоқ. Әрқайсында қорқыныш бар. Менде де қорқыныш бар. Ана инструктор тұрғандарда оларды қорқып тұрған болар бәлкім. Себебі жел өте қатты соғып жатыр. Бұл қауіпті дейді инструкторлардың айтуынша. Бірақ көреміз, әлі жаспыз, өміріміз алда болар. Ғарыштың бір кереметін көрдіңіз аға. Ерекшелігін айтып беріңізші. Ғарыштың ерекшелігі мынау ол жерде бірінші сен өзіңді балық деп санамайсың, не балық, не құс. Құс емессің, ұшасың, балық емессің, малтайсың. Бір кезде бір-екі күннен кейін үйренесің. Басқа бір ерекшелігі. Ол жақтан мынау жұлдыздар басқаша болып жанады. Үлкен болып, мына айымыздың кратерлары бәрі көрінеді, жап-жақсы болып. Ғарыштан жерге қарағанда біздің жер өте сұлу, әдемі. Осы жерді біз бәріміз қадірлейік, жерге біз анамыздай сыйлайық, жерді біз күтейік. Рахмет аға, рахмет көп пікіріңізге, алға айтқан ақылыңызға, өсиетіңізге, өнегеңізге ағасы. Жақсы. Сау болыңыз. Тоқтамай жүгіре бер.
Че не қарға қадалышсың деп. Все, да? Садятся в подвеску и все. Вот ты и нет. Пока не скажешь, все, мы полетели. Тогда садитесь. Тағы топтала жыл құстары оқталған мылтықтардың оғынан дым шықпады қаныма дарыған ұшқышқаны қабыл ал мендік ұсыныстарды кедергі болмайды жолыңа енді бермуттың тіпті ұшпұрыстары қанатың талмайды талабың тамбайды басқаша болмайды болды аспанға самғайды құмарың қанбайды ұшпа деп алдайды оңбайды ол ойлайды ол өзгені өзінен соң өзгеге өзімшіл ол өтірік сөзіне көгірген көзіне арбаға жегілген ат сияқты керегіне енді дүрбелең жолдың жер беті бұл күнде кептеліс толы аспанның абашық тектегі жолы төңкеріс жасайтын толассыз күш дәл сенің бойыңда бар теңселіп қанатың тоқтамай ұш құрлықты мойындама Керемет. Бұндай сезімді айтып жеткізу қиын екен. Блин, просто. Ё-моё. Достар, біз мінеки парапланнан секіріп дәл қазір келдік. Өте керемет. Естеріңізге сала кетейік, бізде енді ай сайын қаңғыбас видеоблогы жарыққа шығып отырады. Бір апта бұрын шыққан бір түрлі дыбыс деген вайн естеріңізде ме? Сол жақта біз арнайы жарыс ұйымдастырған болатынбыз. Ең бір түрлі комментарий ол бас қазақтың сіздер үшін қуаныштымын, аяқтарыңыздан иіс шықса да вайндарды аударасыздар. Сізді қазақтың ең аяқсыз балгер деп айта аламын. Ой, блогер дегенім, ренжімеңіздер қате жазғаныма. Іш киімім су, әлде лимонад па дейді. Ең бір түрлі пікір деп біз осы пікірді таптық. Құттықтаймыз. Бізге жазыңыз, сыйлықтарыңызды табыстайтын боламыз. Достар, енді біз шетелдік вайндарды аударудан бөлек өзімізде отандық контенттер жасайтын боламыз. Сондықтан парақшаға тіркеліңіздер. Біздің видеоларды ең бірінші болып көру үшін тіркелу тетікшесінің қасындағы қоңырауды басып қойыңыздар. Сізге бірден хабарландыру барады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет, достар. Келесі айда тағы да осындай қаңғыбас видеоблогын күтіңіздер. Сау! Көзілама, сенсіз көзілама, мен демалама, сенсіз демалама.